Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай, жұмсақ, биік болып шығатын шоколадты бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бір стакан сүтімізге 2 ас қасық шекеріміз бен 2 ас қасық какаомызды жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді 3 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Жарып алған жұмыртқамызды жақсылап араластырып, үстіне тағы да шекер салып, екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Екеуін араластырып алғаннан кейін, жаңағы дайындап қойған массамызды үстіне құятын боламыз. Барлығын араластырып алған соң қаймағымызды саламыз. Қаймағымызды салғаннан кейін сұйық майымызды құйып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін қопсытқышымыз бен ұнымызды да салып, қою масса дайындайтын боламыз. Массамыз дәл осылай қою болу қажет. Дайын болған массамызды формамызға құямыз. Формамызға құйып, пешке 160-180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Бәлішіміз піскенше бетіне құятын шоколадымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге аз ғана май және кез келген шоколад қажет. Және екеуін жақсылап ерітіп аламыз. Шоколадымыз қою болса, үстіне кішкене сүт құйып жүрсеңіздер болады. Бәлішіміз пісті. Піскен бәлішіміздің үстіне шоколадымызды құятын боламыз. Және суытуға 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Біздің бәлішіміз дайын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.